Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді, бар жоқ 15 минутта дайын болатын және 3 заттан осындай дәмді печеньелерді жасап шығатын боламыз. Ол үшін бізге керекті заттар: ең бірінші 2 жұмыртқа, қант және кокоссыз стружка керек. Ең бірінші 2 жұмыртқамызды жарып, қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз венчигіміздің көмегімен. Одан кейін кокоссыз стружкамызды салып, тағы да бір келіп араластырамыз. Одан кейін осыған барлығын қолымызбен араластырып шығамыз бір келкіп. Одан кейін алақанымыздың көмегімен осындай домалақ пішін жасаймыз. Барлығын табағымызға орналастырып шығып, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің печеньеміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бұл өте дәмді және қолжетімді бағада жасауға болады. Егер де менің рецептім ұнаған болса, маған тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар.